Бүгін мына киноны көріңіз. Фильмнің атауы «Война миров» 2005 жылғы. Киноны ең бай және де атақты режиссерлардың бірі Стивен Спилберг түсірген. Бәлкім оның «Поймай меня, если сможешь», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера» тәрізді киноларын көрген боларсыз. Фильм жанры экшенге толы ғылыми фантастика. Кинопоискте киноның рейтингі 7/1, бірақ мен оған 8 деген баға берер едім. Сюжетіне келер болсақ, жер бетіне жоғары технологиялық өзге ғаламшарлықтар келіп, адамзатты қыра бастайды. Кино негізінде «Война миров» романына негізделген. Бас кейіпкер, қарапайым жұмысшы Рэй осы жағдайда өзінің отбасын аман алып қалу керек. Киноның түсірілуі конфетка десек болады. Камераның қимылы, ракурс, жарық бәрі жоғары деңгейде. Киноны өзіңіз көрсеңіз болады, бірақ отбасы, достарыңызбен көрсеңіз, эмоция қатты болады. Егер де киноның қысқаша шолуын көргіңіз келсе, менің YouTube'дегі Bias Films каналыма өтіп, сол жақтан көре аласыз.